13-ші жалпы орта білім беретін мектептің 6-ші сынып оқушысы Мәлік Еркеназ. Жетекшім Сербаева Алия Асылбековна. Ғылыми жобамның тақырыбы Бауыржан Момышұлының нақыл сөздеріндегі ұлтжандылық қасиет. Ғылыми зерттеу жұмысымның мақсаты Бауыржан Момышұлының сөздеріндегі ұлтжандылық қасиетті насихаттау мақсатында оқушылардың белсенді, саналы іс-әрекеті мен шығармашылық мүмкіндіктерін жетілдіру, өздігінен білімді тұлға дайындау. Ғылыми зерттеу жұмысының міндеттері: опасыздың қаны шелекке тамар, батырдың қаны жүрекке тамар демекші. Батыр Бауыржан Момышұлының сол сұрапыр майданда жасаған ерліктері ержарқын болашақ үшін ерекше мақтан тұтатынын ескеру. Екі нәтиже: нақыл сөздердегі өмір шындығын өз бойына жинақтаған құдіретті тұлға. Қазақ халқының ұлы перзенті, қаһарман жауынгері, даңқы қолбасшысы. Кеңес одағының батыры, әйгілі жазушы Бауыржан Момышұлы 20 ғасырдың биігінде тұрған дала тұлға екенін таныған оқушы тұлғаның Баукеңнің өміріне деген көзқарасы, икемі мен құштарлығы қалыптасады. Интеллектуалды ой өрісі дамиды, ой өрістері кеңейеді, тіл байлықтары артады. Қазақстан Республикасының білім туралы заңында атап өткендей, білім беру жүйесінің негізгі міндеті баланы рухани және пәндік мүмкіндігін дамыту, оны оқыту, тәрбиелеу мен оның өзіндік қабілеттің дамуына жағдай жасау. Қоғам алдындағы тұрған негізгі мақсаттардың білім беру жүйесі жаңарту. 21 ғасырда жалпы білім беретін орта мектептерінде оқушыны жеке тұлға ретінде дамытуға байланысты білім берудің жаңа үлгісін таңдау. 1910 жылы 24 желтоқсанда Жамбыл облысы Жуалы ауданы Көлбастау ауылында туған. Кеңес одағының батыры, Ұлы Отан соғысына қатысқан. Шымкенттегі 7 жылдық интернатты бітірген соң Бауыштауыш мектеп мұғалімі, хатшысы, милиция бастығы болды. Бауыржан Момышұлының бейнесі нағыз батырдың бейнесі. Оның қай суретіне де қарасында оттай өткір, баданадай үлкен жанарын байқамай қалу мүмкін емес. Көз көргендердің айтуынша, соғыс кезінде немесе ашуланған кезде оның көздері найзағайдың отындай жарқылайды. Бұл Бауыржан батырдың ең басты ерекшелігі. Бет әлпеті сұсты, маңдайы кең, шашы тікірейген қайратты. Суреттегі қос иығы комдап ұшуға дайын отырған қыран бүркітті көз алдына елестетеді. Қатулы сәтінде оған қарсы сөз айтпақ түгілі көзіне тіке қарау мүмкін емес. Негізгі бөлім: батырдың бойындағы асыл қасиеттерге сараласа, ол қыралайдай көзге атқан мерген, әскери қолбасшы, әскери ғылымның нағыз білгірі, турникке тартылу және де басқа да спорт түрлерінен де озық жетістікке жеткен. Ат құлағында ойнаған шабандоздардың және ат бейгілерімен атты шыққан. Мәскеу түбіндегі шайқасқа Ақбоз атты туралы әңгімесі көп. Сөзге тапқыр және шешен, генералдарға сабақ берген. Ұстаз кітабы әлемге таныған жазушы, бильярд ойынның шебері, суретші, мінезі тік, жас кезінен кітапты көп оқыған, үлкендерді сыйлаған, білімдерден соң құлақ қойып тыңдаған. Өз ұлты мен оның тіл дәстүрі жайында сүйген, әрқашанда отан үшін жанын қиюға дайын тұрған. Батырдың нақыл сөздері қаһармандық үлгі, ұлттық намыстың қайрағы. Бауыржанның ерлікке, адалдыққа, адамгершілікке, патриоттық сезімге шақыратын шығармаларының бірі болып, оның қанатты сөздері саналады. Ержүрек батыр Москва түбіндегі шайқаста жауынгерлерді жігерлендіру, рухтандыру үшін қолданған. Шегінуге жол жоқ, артымызда Москва деген атақты қанатты сөзі сол кездегі отан соғысына қатысушылар мен ерлеріміздің, отандастарымыздың барлығын жеңіске, батырлыққа жетеледі. Өзінің өлең жолдары мен қанатты сөздер арқылы өз отандастарын ел бірлігін сақтауға шақырды. Бауыржан өз қанатының астындағы сарбаздарын өзінің адуынды қанатты сөздерімен туған елге, жерге деген адал патриоттық сезіммен осы соғыста жеңуге жетелей отырып шабуылдандырды. Жаным арымның садағасы ерлік батырлықтан туады деп ұрандатып алдыңғы сапта жүрді. Бұндай рухты, қанатты сөздер мен әрекеттерді жауынгерлерді тек қана алға ұмтылдырды. Осындай сөздермен қанаттанған, олар өздерінің суықта тоңғандарымен бұраған оқ астында жүргендерін ұмыта отырып жеңіс күнін жақындата түсті. Сонымен қатар ол кісінің оймен өрнектеп, сөзбен қателескен отанды сүюге, ізеттілікке, батылдылыққа, адамгершілікке, өнегелікке тәрбиелейтін өмірлік мәні зор нақыл сөздерді келер ұрпаққа қазақ мемлекетінің өр тұлғалы, ер өнезді, қайсар азаматтары болуға насихаттайды. Атап айтқанда, отан үшін отқа түс күймейсің, ел дегенде езіліп, жұрт дегенде жұмылып қызмет ет.
Өтіріктің балын тартып тірі жүргенше, шындықтың уын ішіп өлген артық. Ерді ел үшін, жігітті жұрт үшін мақта. Мұратымды сөз сөйлеу, әсем, шебер орындаумен тамырлас, бұл біздің денеміздің тіл іспетті және ой әлемімен үйлесу қажет. Ал көз болса, бұл жылқы мен арыстанға табиғат сыйлаған жал, құйрық құлақ сияқты. Көзінің тірісінде аңызға айналған ұлы тұлға Бауыржан Момышұлы, жау жүрек батыр, даңқты қолбасшы, қарымды қаламгер. Әрине, қазақ даласында батыр да, қолбасшы да, қаламгер де аз болған жоқ. Бірақ олардың ешбірін даңқы алталаштан асып, әріге дейін сап көрген емес. Ал Бауыржан атаны төрткүл дүние халқы түгел таныды. Оның қаһармандық, қайсар тұлғасы мен адамзаттық баласындай сирек кездесетін озық ақыл-ойы қарағайға қарсы біткен бұтақтай алабөтен ірі мінезін естіген жұртты тегіс тәнті етті. Бауыржан Момышұлын өзгелерден даралап тұрған айрықшылық қасиеті, оның қалам мен қаруды қатар ұстауды, қай кезде де ұлт мүддесін қаймақтай қорғауы. Назарларыңызға рахмет.